Бану әл-Мусталик ғазауаты. Пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалям Бану әл-Мусталик тайпасы Әл-Харис ибн Әби Дирардың көш бастауымен мұсылмандарға қарсы қалың қол жинап келе жатқандығы туралы хабар келді. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям оларға қарсы әскер жасақтап, оларға шабуылға шығады. Нәтижесінде Бану әл-Мусталик тайпасынан көптеген адам тұтқынға түседі. Тұтқынға түскендердің ішінде әйелдер, балалар да болды. Содан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям тұтқындарды мұсылмандардың арасында бөліп береді. Тұтқындалғандардың ішінде Бану әл-Мусталик тайпасының көсемі Әл-Харис ибн Әби Дирардың қызы Жуайрия бинт Әл-Хариста болған еді. Жуайрия өзінің тұтқынға алған мұсылманмен өзінің азаттығын ақшаға сатып алуға келісімге келеді. Айша анамыздың, Алла одан разы болсын, жеткізуі бойынша Жуайрия пайғамбарымызға келіп, саллаллаху алейхи уассалям, аталған келісімге жәрдемдесуін сұрайды. Сонда пайғамбарымыз, саллаллаху алейхи уассалям, оған: «Ол істе саған бір пайда бар ма?» деп сұрақ қояды. Жуайрия: «Уа Алла елшісі, ол пайда дегеніміз не нәрсе?» деп сұрайды. Сонда Алла елшісі: «Сенің келісіміңе қатысты шешімді шығарайын, және сені жар етіп алайын» деп ұсыныс білдіреді. Жуайрия оған өз келісімін береді. Айша анамыз, Алла одан разы болсын, оқиғаның жалғасында пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалям Жуайрия бинт Әл-Хариске үйленгендігі туралы хабар адамдарға тарайды. Сөйтіп, қалың бұқара тұтқындарымыз пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалям қайын жұрты екен. Оларды Алла разышылығы үшін босатайық деп, тұтқынға келген Бану әл-Мусталиқтықтарды азат етті дейді. Айша анамыз тағы бір сөзінде Жуайрияның пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалям тұрмысқа шығуымен Бану әл-Мусталиқтықтардан 100-ден аса отбасы азаттыққа ие болды. «Мен Жуайрия секілді өз қауымына пайда келтірген бірде-бір нәзік жандыны білмеймін» деген. Бұл махаббат не істетпейді. 100 отбасыны адам санына шақсақ 700-ге жетіп жығылады. Әр тұтқынға түскен адамның құны біздің уақыттағы 8 жақсы көліктің құнындай. Ал сахабалар соның барлығын пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалям сол тайпадан бір әйелді алғаны үшін ғана босатып жіберген. Себебі ол тайпаның адамдары пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалям қайын жұртына айналған еді.